Достар, қараңыздар, диванның жалпы нарықта бір диванның екі түрі болады. Түсі, дизайны бірдей болу мүмкін, бірақ бағасы екі түрлі болады. Не себеп деп көбісі сұрап жатады. Себебі қолданылатын материалдарға байланысты. Ол қандай материалдар десеңіздер, мысалы келтіріп айтайын. Мысалы міне мына жерде бір мата тұр, қараңыздар. Мында мата тұр. Екеуі вроде бірдей, ажырата алмайсыздар. Енді бұның сапасы қай жерінде десеңіздер, астында болады. Жақсы маталар осындай асты начоспен және де беті клейленген болады. Ал арзанырақ маталар асты мынандай сеточный болады. Бұл не істейді? Бұл отырған кезде мына дивандардың матасы созылып кетіп жатады ғой, сол осы асты дұрыс болмаған кезде маталардың сапасы сәл төмен болады. Дәл сол сияқты осының барлығы бағасына әсер етеді. Сондықтан диванға ең қатты бағаны қосатын немесе азайтатын бұл матаның сапасына байланысты. Әр түрлі маталары болады. Мысалы мынандай маталар бар. Текстуралары ерекше. Бұндай маталармен жасатқанда бағасы сәл бөлек болады. Және де мынандай маталар да бар міне. Осы маталарға байланысты бағалары да өзгеріп тұрады. Сондықтан диван алатын кезде бағасына емес, жалпы сапасына қатты мән беру керек. Өйткені диванды бір рет аласыздар, ол арзан емес, одан кейін көп жыл қызмет етіп тұрады. Мысалы кейбір дивандарды алады, бір айдан кейін ортасы түсіп кетеді, немесе матасы созылып кетеді. Ондай дивандар сәл сапасыз материалдармен жасалған кезде сондай болады. Ал егер сапалы материалмен жасасаңыз, дивандарыңыз өте көп жыл қызмет ететін болады.